TikTok'та босқа отыра бергенше пайдалы өткіз. Photoshop үйрен. Сенші маған, кайфанешь. Бүгін сіздермен Photoshop'та өзіміздің автокөлігімізге эффект движения қосуды үйренеміз. Ол үшін Photoshop'қа өзіміздің автокөлігімізді қоямыз. Сол жерде қойып алған соң өзіміздің автокөлігімізде выделить етіп аламыз. Оны қалай жасайтынын өздеріңіз білесіздер. Выделить етіп алған соң жаңа слойға копировать етеміз да артқы фонын былай жасаймыз. Фильтрді басамыз. Сол жерде блюрді таңдаймыз. Motion blur таңдаймыз. Сол жерде дәл осылай настроить етіп аламыз. Окейді басамыз. Содан соң колесамызды выделить етіп аламыз. Содан соң тағы да фильтрға кіріп blur таңдаймыз. Radial blur деген бар. Соны таңдаймыз да окей деп екі колесаға да қойып қоямыз. Міне, сіздерге осылай Photoshop үйреніп алсаңыздар болады. Егер сізге пайдалы болсам, лайк басып тіркелуді ұмытпаймыз.